Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі сұхбатымызда Омар мырзаны шақырып отырмыз. Омар аға, қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгінгі тақырыбымызға арқау ретінде әуелі сұрақты Ерболат мырза өзіңізге қойсақ, осы ислам дінінде, шариғатымызда рух ұғымын түсіндіре кетсеңіз. Әрине, рух сөзі негізі бір арабша бір сөз. Біз аруақ деп қолданған кезде де сол рухтың көпше түрін қолданамыз. Ал оның көбінесе қазіргі кезде қайтыс болған адамдардың рухы деп қана түсінік қалыптасып қалған. Негізі әйтпесе рухтар деген сөзді арабтар аруах деп қолданады. Ал рух деген не десеңіз, жалпы ол адам жаратылғаннан бері бүгінге дейін келе жатқан бір түсінік, бірақ оған ешкім нақты бір не айта алмаған. Пайғамбарымыздың уақытының өзінде пайғамбарымызға жаңағы еврейлердің бұны сұрақпен тығырыққа тірек деп кеп сұраған сұрағы сол рух мәселесі болғанда, рух деген не деген кезде пайғамбарымыз Алладан уахи күткен. Уахи сәл кешіккен кезде бұл еврейлер соларды қолданып, сол сәтті қолданып пайғамбарымыз мазақтай бастайды. Біле алмай қалдың ба, немесе жаңағы сенің жаратушың ол да біле алмай қалды ма деген сияқты нелер болады. Бірақ Аллаху Тағала сәл кешіккеннен кейін уахи келеді. Уахида біз сендерге рухқа байланысты өте аз мәлімет үйреттік дейді. Бірақ оны егжей-тегжейлі ешкім біле алмайды. Өйткені рухтың түсіну үшін негізі бұл қарап болсақ, бұл дүния оған сай емес. Рух деген не екенін айтуға сөз жоқ. Оны міне деп адамдарға көрсетіп беретінде бұл дүнияда бір құрал да жоқ та. Сол үшін рухтың не екенін білмейміз. Сол үшін философтар болсын, жалпы ғалымдар болсын, рухқа байланысты көп деген түсініктер айтқан, бірақ барлығы рухтың бір жағын, біреуі өзіне жақын жағын, әркім өзіне қарай бір түсініктемелер беріп өткен да. Ал рух деген не десе, оның біз рухтың жалпы мәңгілік екенін, бұл дүнияда уақытша ғана өмір сүретін жаңағы дененің ішіндегі Аллаху Тағаланың жаратқан бір рух та. Ал ол не бөлінбейді. Өйткені мысалы адам қазір қолы бар, басы бар, аяғы бар бір жаратылыс болса, осының ішіне Аллаху Тағала рухты кіргізген. Сіздің қолыңыздың мына жеріне дейін рух бар да. Бірақ мына қолыңыз, мына саусағыңыз мына жерден кесілетін болса, бұл жердегі рух кесіліп қалмайды. Бұл жердегі рух былай өтеді да. Осы жаққа қарай өтеді. Ал адамда белгілі бір мүшелері бар, мысалы бас сияқты, жүрек сияқты, немесе денесінің жартысы сияқты, сондай белгілі бір неде дене кесілетін болса, мысалы біреудің бас кесілетін болса, рух ол кезде шығады денеден. Мына бастағы рух мына денеге кіріп, арға өмірін жалғастыра бермейді да. Сол үшін рухтың сондай бір ерекшелігі. Оны Аллаху Тағала бекітіп отыр. Яғни мынау адамның белгілі болмаса болмайтын мүшелері, бұл жоқ болса, сен денеден шығасың. Арға өмір сүру мүмкін емес деген сияқты. Сол үшін жалпы рухтың біз басты білетін нәрсе, оның мәңгі екенін, адамды ахиретке апаратын, қабірда азап тартатын, осының рух екенін сол жайлы білетін болсақ, рухқа қатысты негізі бір мұсылман үшін бұл жеткілікті. Ал Аллаху Тағала ахиретте біреуден сен рух жайлы неге егжей-тегжейлі барлық нәрсені білмедің, бұл иманның несіне кірмейді. Иман негіздерінен бір жауапкершілікке тартылмайды. Демек, рух ұғымының түпкі мәні сіз айтқандай бір Аллаға ғана мәлім болған дүние болып тұр. Рахмет аға. Омар аға, осы жерде өзіңізге де қоя кетсек, Абай, шәкәріміздің де, бабаларымыздың да рух жөнінде айта кеткен сөздері болса, соны бір түсіндіре кетсеңіз. Абай атамыз айтады, өлсе өлер табиғат, адам өлмес, ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менікінің айырылған өлді деп ат қойып дөңке білмес дейді. Қазір кезде көп адамдар адам қайтыс болған кезде жылайды, жылап сықтайды, қайықты қайғырады. Шын мәнінде шын түсінген адам білу керек. Өлім дегеніміз бар жоғы рух пен тәннің ажырауы ғана. Ал енді сол мен деген түсінікке Абай атамыз анықтама беріп кетеді. Ақыл мен жан дейді, мен өзім дейді. Тән менікі. Менікінің мағынасы екі. Мен өлмекке тағдыр жоқ әуел бастан, менікі өлсе өлсін оған бекі дейді. Сонда мен өлетін тек менікі екен, яғни менікі мына менің тәнім. Немесе Шәкәрім атамыз айтады, анық қара дейді, жан өзің дейді. Дене киім,
мақтан бояу денеге берген сыйын. Бұл алдауың жанға азық емес, оған пайда не қылдың жалғыз тиын дейді. Сонда қарасаңыздар, біздің мынау денеміз киім сияқты, ертең шешіп кетесің. Сол сияқты мынау адамның рухы, ақылды жан ешқашан өлмейтіндігін әйгілеп отыр. Ал қазіргі кездегі көп адамдарда осындай біз мұсылманбыз дейміз, ақиретке сенеміз дейміз, иманның 6 шартын, 7 шартын айтып отырмыз. Бірақ пенде ретінде бәрібір қабылдай алмаймыз. Адам бір өліп қалған сияқты. Және ол рух, ол өзінің сапарын ары қарай жалғастыра береді. Ол мәңгілік сапарына шығады. Сондан сол рухпен біз тіршілік етіп жатқан пенденің арасындағы байланыс үзілмейді. Бір сәтке де үзілмейді. Рахмет. Енді Омар аға, екінші бір сұрағымыз, әлеуметтік желілерде өзіңіздің тыңдармандарыңыздың көп дауға, бір жағынан шуға шығу себептері болып тұр. Өзіңіздің айтқан сөзіңіз пайғамбарға табыну, пайғамбардың рухына табыну деген сөзіңізді бір түсіндіре кетсеңіз. Жақсы. Бұл сөздің негізінен табыну деген сөздің мағынасы, ол бірінші мағынасы пұтқа табыну, Құдайға балап бір нәрсеге табыну деп беріпті қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде. Екінші астарлы мағынасында бағыну, құрмет тұту деген мағынаны береді екен. Мен сол мағынасында айттым. Демек, бағыну, құрмет тұту. Қазақта мысалы өте жақсы көрген. Ал негізі жақсы көру үшін бірінші тану керек. Біз мысалы пайғамбарымызды қазіргі кезде пайғамбарымызға деген бір зор құрметтің аздығы, біз пайғамбарымызды танымаймыз. Біз айтамыз ауызбен тек қана. Ля иляха Мұхаммед Расулулла деп айтамыз, Өйткені пайғамбарымыз өзі айтып отыр хадисінде. Кім деген мені дейді, әке шешесінен, бала шағасынан, туған туысқандарынан, бүкіл мал мүлкінен артық қоймайынша иман келтіре алмайсыңдар деп отыр да. Яғни біз пайғамбарымыз сонда Абай айтады, адам пайғамбарымыз таныған кезде дейді, сүйіспеншілік сезім пайда болады, махаббат сезім пайда болады дейді. Сол кезде ғана дейді, ұқсау процесі басталады дейді. Сонда тану, сүю, ұқсау бұлар қатар жүріп отырады екен ғой. Сонда Ғазали айтып отыр, әдетте біз таныған нәрсемізді ғана сүйе аламыз дейді. Ал сүю сезімі міндетті түрде соған бағыну мен құрмет тұту қалып келеді. Неге біз мысалы атақты футболист Мессиге табынамыз? Табынатындар бар мысалы, табынушылар бар өзінің. Рональдоның табынушылары, тіпті Қайрат Нұртастың табынушылары бар. Неге біз пайғамбарымызға құрмет көрсете алмаймыз? Демек, табыну деп отырған осы жерде өзіңізге бір жоғарыда лидер ретінде бір адамды қойып, соңынан еру, соған еліктеу, соның ісін істеу. Жоқ, табыну деген сөздің өзінің мағынасы кең да, мысалы. Мысалы Абай айтады өзінің 38 қара сөзінде. Кім дейді, мал, мақтан, ғиззат, құрметтің соңына түсіп, іздеп, табынып іздесе дейді, тапса да, таппаса да адам содан айырылады дейді. Яғни бір нәрсенің соңына түсу, соған құмар болу, соны құрмет тұту. Ал енді өкінішке қарай біздің имамдарымыз, біздің молдаларымыз осындай видео жазба шыққаннан кейін соны халыққа түсіндіріп бере алмады да. Тілдік тұрғыда. Өйткені шын мәніндегі қазіргі кездегі біздегі үлкен проблема сол дінмен айналысатын адамдар сол қазақтың мәдениетінен, қазақтың тілінен жеткілікті түрде осыларды тәпсірлеп бере алмайды да. Сыйыну, табыну деген сөздер қалай қолданады? Діннің социологиясы бізде дамымай жатыр да қазақта. Сондықтан осындай қоғамда түсініспеушіліктер болып жатыр. Әйтпесе бұл жерде біз ешқандай да Алла тағалаға жаңағыдай бір серік қосып отқан ешқандай дәнемес жоқ. Неге? Өйткені мен ашық айтып отырмын. Ля иляха илlallah Мұхаммед Расулулла дейміз да. Өйткені шын мәнінде Алла тағала айтып отыр ғой, кімдегі Мұхаммедке құрмет көрсетпесе дейді, маған құрмет көрсетпеген деп Құранда ашық айтып отыр. Бұны табыну деген құрметтеу. Өйткені сен табынған адамды ғана құрметтейсің негізінде. Қатты құрмет бұл сөз. Мен осы мағынада мен айтқам. Демек, осы жерде түсінгеніміз, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды оны жақсы көріп сүю, оны ардақтау, оның сүннетіне ерудің баламасы табыну сөз. Абай айтады, мысалы Абай айтамыз, Алла мінсіз дейді, әуелден пайғамбар хақ. Мүмин болсаң, үйреніп дейді, сенді ұқсап бақ дейді. Сен қалай ұқсайсың, егер сен оны сүймесең, пайғамбарымызды, махаббатың болмаса пайғамбарымызға деген. Мысалы, бұрынғы мен көрген ақсақалдар пайғамбарымыздың аты аталғанда жылай бастайтын. Еңкілдеп тұрып сөз бе? Қазіргі біз қандай дін ұстанып отырмыз? Біз пайғамбарымыздың аты бізге бір формальды бір атау болып қалды да. Сезім жоқ бізде. Неге? Өйткені біз пайғамбарымызды танымаймыз. Танымағаннан кейін сүймейміз. Сүймегеннен кейін пайғамбарымызға ұқсауға тырыспаймыз.
Ал мысалы мына Мессидің табынушылары Мессиге киген футболканы киеді, Мессидің қойған шашын қояды, Мессидің істеген істерін, Мессидің ішкен тамағын бүкілін қайталайды. Неге? Өйткені олар табынады Мессиға. А неге біз пайғамбарымызға тура солай құрмет көрсетпейміз? Демек пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам салып кеткен ізін әрбірін қалдырмай соның артынан еріп жүріп отыру. Әлбетте. Яғни табыну деген сөз астарлы мағынасында мен қолданып отырмын. Құрметтеу. Бағыну және құрметтеу. Сондан қазақта негізінен Аллаға қатысты табыну сөзі қолданбайды. Мен бірде бір естіген жоқпын Аллаға табынамын деген. Біз қазақ Аллаға сенеміз. Сенеміз, иланамыз. Өйткені табыну деген сөз ол сенім деген сөзден төмен жатыр, әлде қайда төмен жатыр. Табыну ол пенделерге табынуға болады, пұтқа табынады. Бірақ Аллаға табыну деген сөз жоқ қазақта. Біз Аллаға сенеміз, иланамыз, сөз бе? Ол сену деген ол табыну деген ол бер жағы, ол төменгі саты. Сену иман деңгейі. Сену деген ол шексіз сену. Абай айтады ғой, мөмін болсаң әуелі иманды бол дейді. Пендеге иман өзі ашады жол. Шыр айланда дейді. Шыр айланда. Таза ойла бір иманды. Мүнафиқ намаз қылмап па мағлұм ой ол дейді. Сіз Аллаға сенген кезде бұл жерде табынудан да жоғары. Бұл жердегі сенің тіршілігің, сенің бүкіл жаңағы саған мынау кітаптан оқи алмайтын, ешкім айтпайтын жүрек саған жол көрсетіп тұрады. Ол тек қана сенім арқылы келеді. Енді келесі табыну ол пенделерге қатысты болуы мүмкін да, жаратылыс иелеріне табыну. Бірақ Аллаға қазақ табыну деген сөз қолданбайды. Рахмет аға. Енді екінші бір сұрақ сол сұхбатыңызға қатысты. Өлі разы болмай, тірі байымайды деген сөзді. Өлі сөз ұғымы қандай? Енді жаңағы айтып отырмын ғой, жаңағы Мағжан Жұмабайұлы айтады да, Мағжан Бекенұлы, Мағжан Жұмабаев, мен өлмеймін дейді. Менікі де өлмейді. Надан адам өлім жоғын білмейді дейді. Бұл негізінен өлі дегеніміз қазақ біздің пенделердің түсінігіне сай қылып айтып отыр да оны. Әйтпесе өліп қалған адам қалай риза болады саған? Сонда өлі деп едім біздің түсінігімізге Абай айтады ғой, біз Алланы бір дейміз, бар дейміз, сол бір деуіміздің өзі ақылымыздың тиянағы үшін айтылған дейді. Әйтпесе әрбір хадиске айтылған бір қадамға сәйкес келмейді дейді. Сонда кейбіреулер жаңағы жұмақтың өзін дейді, шәкәрім айтады, хор қыздары, бұлақ бар деп айтады дейді, жаңағы шарап олар дейді, соны сөзбе-сөз дұрыс түсінбей отыр дейді. Неге? Өйткені жатырдағы балаға, әлі дүниеге шықпаған балаға мына дүниені қалай түсіндіресің дейді. Сол сияқты дейді, Құранда сол шексіз ләззат бар екендігін осы адамдардың түсінігіне сай түсіндіріп отыр. Бірақ соны дәл солай қабылдау ол надандық дейді, сөз бе? Көрдіңіз бе? Сол сияқты өлі қалай риза болды, өліп қалса болды. Қазір көп адамдар бар, адамдар қайтыс болды, оған Құранды оқыма, ол өліп қалды, онымен байланыс тоқтат деп отыр. Ол қате сөз. Неге? Өйткені адамның рухы өлмейді. Сонда шәкәрім ашық айтады, кімдеген мен өлеңімді жаттаса дейді, мен оған риза боламын дейді. Өз өлеңдерін жазады. Абайды айтады мысалы, мен кімде Абай, сонда ол былай ғой. Ерболат мырза айтып отыр ғой. Сондай бір хадистер бар. Құдай тағала жаңағы әуелі рухты жаратты, ақылды жаратты, нұрды жаратты, ол кәләмді жаратты дейді. Сондан шынымен деге мынау көп адамдар қайдан кетіп отыр? Біз рух деген сөзді ақыл деп қабылдамай отырмыз ғой. Өйткені шәкәрім ашық айтып отыр. 40-тан соңғы қырымды көрейін десең нұрымды, жидағы оқ жырымды дейді. Сонда нұр, ақыл, рух, кәләм бұлар бірақ сөз. Сонда біз Абайды оқығанда, шәкәрімді оқығанда рухымыз күшейеді. Неге? Ақылымыз артады. Және нұрымыз көбейеді. Қазақ айтады, талаптыға нұр жауар дейді. Өйткені сен талапты ізденістегі адам, мысалы Абайды таныған сайын, шәкәрімді таныған сайын, пайғамбарды таныған сайын сенің ізденістегі адамның нұры артады, ақылы артады. Рухани кемелденеді. Қазақтың тілі бәрін айтып отыр. Осыны түсінбегендіктен де, осыны түсіндіріп беретін адамдар болмағандықтан да қазақтың қоғамында пікір қайшылығы пайда болып отыр да. Адамдарда бір шошыну, өйткені Алла тағала пайғамбардың хадисі бар екен өзі. Абай келтіреді 38 сөзін. Адам білмеген нәрсесіне жау болады дейді. Осыны түсіндіріп беру керек та. Осы мынау Алла тағала, мына пайғамбарымыздың сүннеті. Пайғамбарымызға өйткені шынымен деге пайғамбардың бір хадисінде айтады, кімдегі ұстазға құрмет көрсетпесе, қазір неге бізде ұстазға деген құрмет жоқ? Өйткені біздегі жаңағы Алла тағаланың ғылымы, Алла тағаланың жаратқан ғылымы қадірсіз болып тұр да.
ұстаған. Иә, ғылым қадірсіз болып тұр. Сонда пайғамбарымыз айтады, неге пайғамбарымыз заманында ғылым қарыштап дамыды? Өйткені алла пайғамбарымыз айтқан, кімде кім ұстазға құрмет көрсетсе, маған құрмет көрсеткен дейді. Өйткені ұстаздар пайғамбарымыздың сыр сипатын тануға, пенделерге көмектескен. Тануға, сол арқылы махаббат пайда болған пайғамбарымызға. Сөйтіп пайғамбарымыз сүннетін орындауға деген құлшыныс, ынта пайда болған. Бізде ынта жоқ қой, көрдіңіз бе? Сөйтіп абай айтады ғой, Алланың пайғамбарының жолындамыз, ынтамызды біз бастық иманымыз дейді, сөзсіз бе? Абай айтады, кімде кім дейді, өзінің дейді, ақидада өзін тоқтатса дейді, үйренуін, оны ынтасы жойылады дейді. Ынта жойылғаннан кейін дін саған пайда бермейді дейді. Сонда ынталанып, ынтығып, мысалы дінді ұстану үшін пайғамбарымызға деген зор махаббат керек. Ал оны үйрететін ұстаздар болған бұрын, сөзсіз бе? Сонда пайғамбар айтады, ол сатыны көрсетіп отыр. Кім деген ұстазға құрмет көрсетсе, маған құрмет көрсеткен дейді. Кім деген мені құрметтесе, Алланы құрметтеген дейді. Сосын сұхбатыңызда да айтып кеттіңіз, рухтары қолдап тұр. Яғни бұл ақыл ұғымы ғой демек. Ақылы. Мысалы мен қараң, реально мысалы, мен мысалы Шәкәрімнің өлеңдерін айтамын, Шәкәрімнің ақылы маған көмектеседі. Яғни сол алған біліміңіз. Білімім көмектеседі. Мысалы кімді айтамын ба, мысалы Шалгиздің қағида нелерін, толғауларын айтамын ба, Шалгиздің рухы маған көмектеседі. Яғни ақылы көмектеседі маған. Мына өмірдің ашылмаған сырларын ашуға көмектеседі. Маған дем береді. Неге? Өйткені олар осы дүниеден осының бәрін тәжірибесін қағазға жазып кеткен. Сонда бұл абай айтады ғой, көп адам дүниеге бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сия ма? Ойлаңдаршы, өлмейтін артында сөз қалдырған дейді. Сондықтан ол әр нәрсенің рухы бар. Мысалы, мынау чашканың, мынау шұңқырдың да рухы бар, сөзсіз бе? Мынау қаламның да рухы бар. Сонда бөлтірікші айтады ғой, кесірден болса таяғың жау тартады дейді. Мына ұстап жүрген таяғың, кесірлі адамның таяғы да кесірлі болады екен ғой. Сондықтан әр нәрсенің рухы бар, гүлдің де рухы бар мысалы. Мысалы, егер сенің көңіл күйің жаман болса, гүл жабылып қалады. Жаман сөздерді айтатын болсаң, мына су соны сіңіріп алады да, ішкен жегенің уға айналады. Судың да рухы бар, сөзсіз бе? Мысалы, Қайып Әнебек айтады, көңілсіз берген шайың езіп берген умен тең дейді. Демек, өсіп келе жатқан кішкене нәресте балаларымызға да жақсы, тек қана бір оны ынталандыратын сөздер айтады. Бәрі келді. Иә, өйткені мысалы бізді қазақта екі нәрсе бар, мақтау мен адамның жақсылығын айту. Біз оны шатастырып алдық. А шын мәнінде қазақ мақтау ол қате нәрсе. Неге? Өйткені мақтау деген былай бет алды мақтау. Ай дейін десем, ай күндіз барда түнде жоқ. Күнге теңейін десем, күндіз барда түнде жоқ деп, жаңағыдай дерексіз мақтауды жел сөз. Абай айтады, мақтау бір жел сөз дейді, қошеметшіл шығарған дейді. Ал жақсылығын айту біздің адами парызымыз екен. Сонда біз осы екені ажырата алмаймыз да. Жақсының жақсылығы деген не? Шын жақсы кім? Өзінің рухын таныған адам жақсыға айналады. Сонда қазақ айтады, жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын дейді. Яғни ақыл ассын, сөзсіз бе? Бізде қазіргі кезде көп адамдар ой мақтауға болмайды екен дейді. Мысалы, әйелің жақсы тамақ істеді ме? Айт. Бүгінгі тамағым дәмді екен. Ол келесі одан да дәмді қып істейді. Неге? Ақыл артады, нұр артады, сөзсіз бе? Тырысады. Одан да дәмді қып істеуге. Үстіне жақсы киім тігіп киді ме? Киімің әдемі екен. Қалай сен шеберсің? Қалай бойыңа қонады? Өтірік айтпа, шыныңды айт, сөзсіз бе? Балаң мысалы 5 алып келді ме? Мысалы, айт, бәрекелді балам. Бүгін міне осы сабақтан 5 алыпсың. Азаматсың деп айт. Міне, сондықтан мақтау мен жақсының жақсылығын айту екеуінің арасында үлкен айырмашылық бар. Осыны біз Құдай тағала бізге ақыл берген ғой. Ақыл деген сөздің өзінің мағынасы, парасат деген сөз бар да. Мына ақыл мида болады екен де баста. Суық ақыл, парасат адам жүрегінде болады екен. Сонда араб тілінің сөздің жазылып тұр. Фарисотын дейді. Тонкий проникающий ум дейді. Парасат өтпейтін жері болмайды екен ғой. Адам парасат деңгейіне көтерілгенде, мысалы, біз өзіміздің отбасы проблеманы шеше алмай жатырмыз ғой. Ал Шәкәрім айтады, ақыл құсы дейді. Яғни парасат айтып отыр. Ақыл құсы адаспай аспандаса, 7 қат аспан жерден басқыш болып, ғарышқа қол жетеді қармаласа дейді. Мысалы, Илон Масктың ақылы ғарышты бағындыруға қол жетіп отыр ғой. Біз әлі тұрғындарымызды газбен қамтамасыз ете алмай отырмыз. Иә, сөзсіз бе? Неге? Өйткені біз исламды ғылым деп қабылдап отқан жоқпыз. Біздің құлшылығымыз намазбен, зекеттен, оразадан аса алмай жүрді. Ал Шәкәрім айтып отыр ғой. Алланың пендесіне рахмы мол, сен де өзіндей адамға мейірімді бол. Ол жаратты дейді.
алла тағала халлақ сипатын айтып отыр, жаратушы сипатын. Біз алланы сүйеміз дейміз, бірақ алланы танымаймыз ғой біз, алланың жаратушы екендігін. Соны айтып отыр. Алланың пендесіне мейірім бол, сен де өзіңдей адамға рахымды бол. Ол жаратты, сен де жаратып бақ. Барды бардан шығарсаң болады сол дейді. Яғни қазіргі кездегі біз бұрынғы таза саф исламның кезіндегідей ғылым қарыштап даму үшін Алланың жаратушы сипатын тануымыз керек. Сол жаратушы сипатына ие болған адамды ғана Алланың құл деп тануымыз керек. Сонда ғана біз жаңағыдай батыстың ескі құсқысын мінбейміз, сөзсіз бе? Олардың тұтынушы, олардың жаңа табарын тұтынушыдан біз өзіміз жаңағы жаратушыға айналамыз, сөзсіз бе? Жаратушы, яғни креативті, шығармашылық иесіне айналамыз. Сонда Шәкәрім Машайх айтып отыр, мұны білсең дейді. Неге мысалы ислам артта қалып жатыр батыстан? Мысалы 21 араб мемлекетінің бір жылдық табысы 3 триллион 270 мың доллар екен да. Ал жалғыз Германияның жылдық табысы 3 триллион 800 мың доллар екен, сөзсіз бе? Бір Германия сонда 21 араб мемлекетінің жаңағы асып отыр да. Неге? Өйткені жаңағы Германияда не бар? Ғылым бар да. Олар Алланың жаратушы сипасын танып отыр. Яғни жасап отыр, жаңа нәрселер. Жаңадан жасап отыр да. Сонда пайғамбарымыз сұраған кезде, нағыз мұсылман қандай болады дегенде, адамдарға пайдалы адам мұсылман дегенде, сен қазір қалай пайдалы болсын? Технология арқылы ғана пайдалы боласыз, сөзсіз бе? Адамдардың тұрмысын жеңілдетіп, адамдарды мына қара жұмыстан құтқарып, адамдардың Құдайдың берген өзінің халифа қылып жаратқан бойындағы бүкіл потенциалын 99 көркем есіммен 8 супути сифатын сыртқа шығаратын ол ғылым ғой. Абайдың толық адамы осыған негізделген. Сонда Абай айтады, толық адам болу үшін дейді, әділетті, ғылымды және мейірімді болу керек. Сол кезде дейді, жер бетінде гармония, үйлесім орнайды дейді. Сонда ғана сен Құдайдың жаңағы жер бетіндегі халифасы, орынбасары қызметін атқарасың дейді. Сонда жаңағы айтып отырған Шәкәрім айтады, құлшылық туралы. Мұны білсең дейді, жаңағы Алла тағаланың дейді, қалай жағуды білсең. Яғни Алла тағалаға сияқты жаратушы болсам, өйткені әке шеше баласын қашан жақсы көреді? Өзіне ұқсаған кезде жақсы көреді. Өзімнен аумайды дейді. Алла бізді қашан жақсы көреді? Өзіне ұқсаған кезде. Ал Алла тағаланың ең басты сипаты ол жаратушы сипат, сөзсіз бе? Жаңа нәрсе жасау, халыққа қызмет етуіміз еді біз. Креатив, сөзсіз, жаратушы. Сонда Шәкәрім айтады, мұны білсең, боласың сүйікті құл. Құлы болсаң, қожаңның сүйгенін қыл. Құдайға құл болайын деп ойласаң, Құдайға құл болдың мәнісін біл дейді. Сонда біздің қазіргі кездегі қарыштап даму үшін, әлемдегі ең бай, ең дәулетті мемлекет болу үшін бүкіл негіз бізде бар да. Бірақ өкінішке қарай біз соның қадірін білмей отырмыз. Істейтін адам жоқ. Алтынның үстінде отырып, Есенғали Раушанов айтты ғой, Германиядан ұшып келе жатқанда, театр фестиваліне барған, көңілі толмай айтқан дейді ғой, аңғалдық, алтынның үстінде отырып, біреудің күмісіне таңғалдық дегенде. Біз алтынның үстінде отырмыз ғой. Бабаларымыз біздің исламды өте дұрыс түсінген, сөзсіз бе? Рахмет. Омар аға, көп рахмет сізге тұшымды жауаптарыңызға, көңіл қуантарлық сөздеріңізге рахмет. Енді көрермендерге де айтарымыз, осы жерде жалпы біздің қазақ тіліндегі ұғымымызды дұрыс түсінбеуден де туындап жатқан себептер екен да бұлар. Пайғамбарға табындық деген сөздің де өзінің астарында оның жолымен, салып кеткен сүннетімен жүру амал екен. Сондай-ақ өлі раз болмай тірі байымас дегеннің мағынасында да, яғни өткен бабаларымыздың ғылым білімін сіңіріп, бойымызға сіңірмейінше бізде байып рухани кемелдікке жетпейтініміз анық болып отырған екен. Ерболат аға, өзіңіз осы жерде айтылған сөздерді бір қорытындылап кетсеңіз. Негізі айланып келген кезде біздің сол Абайды танымауымыз, Шәкәрімді танымауымыз, өзіміздің ата-бабаларымызды танымаудан шығып тұр осы проблемалардың барлығы. Өйткені әр ұлттың ұлы тұлғалары болады. Ал сіз сол ұлы тұлғаларды аттап, оларды менсінбей, оларға бір кемсітіп қарап, түбінен жаңағы мысалы сахабаның айтқан сөзінен түсінейін, жаңағы одан кейінгі ғалымдардың айтқан сөзінен түсінейін десеңіз, сонда қайтадан Абайдың жасаған басынан жасайым дейсіз, бірақ оған уақыт жоқ. Сондықтан біз қазақтың ұлтын, салтын, мінезін білетін Абай, Шәкәрімдер исламды осы қазаққа сай қалай түсіну керек, қандай жұмыс жасау керектігін әкеп қойды да. Енді осыны дайын. Біздің жұмысымыз осылардың әкелген жерден арғай алып кету. Келесі ұрпаққа солай пайдалы боламыз. Әйтпесе біз олардың істеген қайтадан істейміз десек, ол кезде ұтыламыз, уақыт жоғалтамыз. Сол үшін өзіміздің ұлы тұлғаларымызды құрметтесек, соларды оқысақ, сөзін түсінсек,
менше ондай бір проблема шықпайды деп ойлаймын. Барекелді. Демек өскелең ұрпақтың мынау бүгінгі жастарымыздың алдағы мақсаты тек қана ғылым деп өмір сүру. Осымен біздің сұхбатымыз өз соңына жетті. Қош сау болыңыздар.